Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге жастар басқармасы. Бүгін бізде пайдалы хобби айдарының 3-ші шығарылымы. Айдарымызда қонақта бастауыш сынып және информатика пәнінің мұғалімі, ақыл сыры білім өнер орталығының негізін қалаушы Харапбаева Салтанат Әлшерқызы. Салтанат ханым, саламатсыз ба? Біздің айдарымызға қош келдіңіз. Рахмет, қош болдық. Өзіңіздің хоббиіңіз жайлы қысқаша айта кетсеңіз. Мен хоббиім негізі кішкентайымнан биге әуес болғанмын. 2 жыл биге қатысып, кішкентайымнан іні сіңілдеріме сабақ үйретіп, мұғалім болу, кішкентайымнан арманым мұғалім болу болатын. Өсе келе арманыма қол жеткіздім, оқыдым, университетін оқыдым. Мұғаліммін қазіргі таңда 29-да істедім мектепте, қазір 21-ші мектепте мұғаліммін. Бастауыш сынып және информатикадан да білім беремін балаларға. Өзімнің хоббиім білім беру. Балаға білім беру, мен сол хоббиіммен күнделікті айналысып жүрмін өзімнің хоббиіммен. Осы сіз білім беруді жақсы көргеннің арқасында осы мектептің негізін қалап отырсыз ғой сондай-ақ? Енді ол да бар. Одан кейін бізде Шалғай Қарасуда бұндай орталықтар жоқтың қасы. Мүлдем жоқ десек те болады. Бірең-сараң бар. Сол үшін ата-аналар балаларын қалаға тасып, қалаға қамтиды. Кейбір балалар ата-анасының мүмкіндігі болмағандықтан бара алмайды. Сол үшін осы біздің балалар білім алса екен, неше түрлі үйірмелерге барса екен деген ниетпен өзімнің хоббиім оның үстінде. Сондықтан осы мектепті ашып отырмыз десек болады. Рахмет. Ал сіздің өзіңіздің сабақ беруде жеке методикаңыз бар ма? Иә, әрине өзіміздің методикамыз бар. Мен университеттен кейін жақсы мұғалімде білім алып, методикасын алам сол кісінің. Сол методика бойынша жұмыс жасаймыз. Ол методика керемет методика. Балаға психологиялық жағынан, логопед жағынан да өте көмегі көп. Ол методикамен менің осы жерде істейтін мұғалімдерімнің бәрі сол методикамен жұмыс жасайды. Қағаз бетіне шығарып, қолдарына бергенмін. Сол бойынша талқылаймыз отырып, сол сабаққа сол методикамен дайындаламыз, сол методикамен сабақ өтеміз. Қандай керемет. Ал енді өзіңіздің сүйікті оқушыңыз бар ма? Барлық оқушы менің сүйікті оқушым. Бұл жерге келген балалар білім нәрін алғысы келіп, немесе бір үйірмеге әуес болғандықтан келеді. Сондықтан әр балаға біз сүйіспеншілікпен қараймыз, бөлмейміз, балалардың бәрі біз үшін бірдей. Ал мынау жағынан қалай сіздерде? Мұғалімдер өздерінің оқушыларын мықты, орта деңгейлі деп бөле ме? Ондайда балалардың өзіне білдірмейміз, бірақ тапсырма бергенде балаларды А деңгейінің баласы, Б деңгейінің баласы деп өзіміз тапсырманы бөліп дайындаламыз. Балаға да сол тапсырманы бөліп береміз, бірақ бала оны білмейді, көңіл күйі түспес үшін балаға оны білдірмейміз. Биыл енді бізде өзіңіз білетіндей балалар жылы деп жарияланды. Осы балалар жылы аясында сіздерде қандай жұмыс жүріп жатыр, өздеріңіздің жобаларыңыз бар ма? Бұл жылы енді балалар жылына керемет Аружан сайының қолдауымен, арт спорт сайтымен балаларға керемет не болды ғой, тегін үйірмелерге тегін қол жеткізді. Сол сайт арқылы көп балалар үйірмелерге қатысып, қуанып, ата-аналарына да, балаларға да керемет сондай сыйлық болды ол. Сол сайт негізін қалағалы, балалардың бәрі айтсақ, үйде отырмайтын болды ғой кішкене қатысып. Сол ары қарай жалғаса берсе екен деп ойлаймын мен. Бізге енді жаңадан ашылғандықтан әлі құжаттарын жинаудамыз. Көп мектеп негізі соған қатысып, сол арт спортпен тегін жұмыс жасап жатыр ғой. Сол ең үлкен сыйлық болды балалар үшін. Бір бала 2 үйірмеге қатыса алады. Ең үлкен сыйлық балалар үшін, мен сол деп ойлаймын балалар жылында. Иә, әрине керемет ол. Сіздерге сәттілік тілеймін, ілініп кетіңіздер бұл жобаға. Ал енді қорытындылай келгенде бізде мынандай сұрақ туындап тұр. Қоғамда ең жақсы жұмыс адамның хобби деген түсінік бар, соған келісесіз бе? Әрине, адам өз хоббиімен жұмыс жасаса, ол
рахаттанып жұмыс жасайды, өз жұмысынан ләззат алады. Ал ондай кезде әрбір жұмыс жемісті болады деп ойлаймын. Мен өз хоббимен күнделікті айналысам және ол үшін қатты қуанам. Мен жұмысымнан шаршамаймын. Ой, қандай керемет. Ал Салтанат ханым, біздің айдарымызға қонақ болғаныңыз үшін үлкен рахмет. Сіздегі алдыңыздағы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Оқушыларыңыз биік белестерден көріне берсін. Алда келе жатқан конкурстардан жүлделі орындар ала беріңіздер.